Сәлем достар, баршаңызға сіздермен Құралай. Сіздерге бүгін салат щетка деп аталатын өте дәмді, жеңіл салаттың түрін көрсеткім келіп отыр. Бұл салат адам ағзасына өте пайдалы. Себебі аты айтып тұрғандай, адам ішкі құрылыстағы ішектерімізді тазалайтын салаттың бір түрі. Қызылшамызды, сәбізімізді, қырыққабатымызды осылай майдалап соломка ұзынша етіп турап аламыз кескіндеп. Және бұл салатта сәбіз бен қызылша піспеген шикі түрінде қолданылады. Кішкене тұз қалауларыңызша және зәйтүн майы бір қасықтай және лимон шырынын қосуды ұмытып кетпеңіздер. Қолдың көмегімен осылай жақсылап мұжамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Достар, мен керек заттың бәрін описание бөліміне ретімен қалдырып өттім. Видеомды тамашалап, осындай салатты дайындап, және кез келген уақытта диетаға отырсаңыздар да осы салатты жасап, және диетаға отырмасаңыздар да күнделікті тағамдармен қосып жеуге өте жақсы салаттың бір түрі деп айтсам да болады. Светі де қараңыздар, түсі де сондай әдемі болып шықты. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Адам ағзасын тазалайтын салаттың бір түрі.